Салықтық түсімі көп өңірлердегі әлеуметтік экономикалық ахуалдың кенжелеп қалуын сынға алған президенттің ескертпесінен кейін ұлттық экономика министрлігі жаңа бастамаларға бет бұрды. Ведомство ұсынған жоба облыстардың дербестігін нығайтып, әкімдердің қолын ұзартатын көрінеді. Яғни салық алымдары жергілікті бюджеттен әр аспай аймақтық қазынада қалатын болады. Осылайша әр өңір өз табысын өз қажеттіліктеріне жаратуға мүмкіндік алады. Оның қалай іске асатынын Саят Ермек баяндап береді. Ол бізбен дәл қазір байланыста. Саят, кеш қайырлы болсын. Сонымен бұл шараның экономикалық әрі жемқорлық тәуекелдері қандай? Кеш жарық, Қайырбек. Қарапайым тілмен айтқанда, әкімдер мектеп салу, жол төсеу және басқа да халыққа маңызды жобалар үшін орталыққа барып қол жайып ақша сұрауды қысқартады. Өйткені аймақтық бюджеттегі қаражат автоматты түрде көбеймек. Әзірге ұлттық экономика министрлігі жануарлар дүниесі мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану төлемақыларын, автокөлік құралдарының жүру үшін алымдарды және республикалық бюджетке түсетін мемлекеттік баждарды өңірлерде қалдыруды жоспарлап отыр. Алайда бастама әзір шикі болғандықтан бұл тізім әлі талай өзгеруі мүмкін. Ұсыныс ақпан наурыз айларында талқыланып, бюджет заңнамасына өзгерістер әзірленбек. Министрлік жаңа құжатты маусымның басында мәжіліске таныстырмақшы. Бүгіннен бастап біз жұмыс бабында өңірлермен талқылап бастадық. Қазірге бізде бір-екі варианттар бар, бірақ біз әлі талқылап жатырық. Нақты осылай болады деп айту әлі ертерек. Біз жан-жақты талқылап, біз барлығына ыңғайлы вариантты ұсынуымыз керек. Сондықтан бұл өңірлерге жаңағы қосымша мүмкіндіктер береді. Өзі өңірді дамытуға, жаңа жобаларды әзірлеуге, жаңағы салық базасын толтыратын. Ресми статистикаға сенсек, былтыр жергілікті бюджетке ақша артығымен түскен 2021 жылғы кіріс 3 триллион 600 миллиард теңгеден асады. Бұл 2020 мен салыстырғанда 23%-ға көп. Осыған қарамастан өңірлердің керемет қарқынмен дамып, көркейіп жатқаны шамалы, халық та сезіп жатқан жоқ. Неге? Өйткені кірістердің басым бөлігін аймақтар республикалық қазынаға жібереді. Сондықтан сарапшылар бұл бастаманың экономикалық әсері оң болады деген пікірде. Яғни бұрын бұл салықтар трансферт ретінде бірден бюджетке түссе, бюджеттен кейін оны барып әкімдер республикалық бюджеттен барып сұрап трансферт қылып қайтып алатындығын. Қазір тікелей өздеріне түседі. Яғни сол салыққа байланысты ол өздерінің халықтың әлеуметтік экономикалық шешетін мәселелерін жоспарлап, сол бір жылдың аясында шешуге қолы жетеді деген сөз. Жалпы бұған дейін Тоқаев аймақтарды қолдау деңгейін қаттысының астына алған еді. Президенттің сөзінше өңірлерге ақша халықтың нақты қажеттілігіне емес, басқарып отырған әкімнің беделіне, яғни авторитетіне қарай бөлінеді. Келер жылдан бастап кей салық түрлері қазынада қалатын болса, жергілікті қазынада атқамінерлердің жауапкершілігі артып, бәрі әкімнің кәсібилігіне байланысты болмақ. Себебі біріне миллиард бер жетпей жатыр дейді, енді бірі миллионды да тиімді жұмсай алады.